Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балалық шақтың дәмін еске түсіретін коржиктер жасап бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға қолдың айранын құйып аламыз. Дүкеннің айраны болса да жарай береді, бірақ қолдың айранынан жасасаңыздар коржиктеріңіз керемет болып шығады. Үстінен қант және де ас содасын қосып, барлығын араластырып аламыз. Қантын толық ертеміз және де осылай көпіршіп реакция бергенше араластырып аламыз. Қанттың толық ерігендігін қалай білеміз десеңіздер, қолдарыңызбен осылай батырып, саусақтарыңыздың арасында қанттың түйіршігі жүрмеу керек. Дайын болған массамыздың үстінен сұйық майымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, бір келкі масса дайындап аламыз. Електен өткен ұнды салып, үстінен разрыхлитель салып, барлығын араластырып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыса береді, ештеңе етпейді. Ең бастысы қамырды қатты етіп илеп қоймау қажет. Ең бастысы коржиктің қамыры қатты болып қалмау керек. Барынша жұмсақ етіп илейсіздер, қолға жабысса да ештеңе етпейді. Ұн сеуіп отырып жайып аламыз. Қамырды жайған кезде қатты жұқа немесе қалың етіп жайып қоюға болмайды. Барынша орташа етіп, видеода көрсетілгендей етіп жайып аласыздар. Ең бастысы қалтаға қонымды жұмыртқа, сары май саламын деп әуре болып жүрмейсіз. Үйіңіздегі бар заттан жасайсыз және балалық шағыңызды да еске түсіруге болады. Кез келген формамен кесе берсеңіздер болады, орта кесе немесе коржикке арналған қалыппен кессеңіздер де болады. Барлығын табамызға орналастырып, бетіне осылай айранды жағып шығасыздар. Кішкене қант қосып, қантын толық ертіп жақсаңыздар да болады. Одан соң қызып тұрған пешімізге 180 градусқа шамамен 15-20 минут, немесе әркімнің пешінің қызуы әртүрлі ғой, өздеріңіз қарап істей бересіздер. Қамырымызды осылай формамен кесіп алғаннан кейін шетінде қамырлар қалып кетеді, оны тастап жермейміз. Барлығын домалақтап осылай пакетке салып қойсаңыздар, жұмсарып тұрады. Жұмсарғаннан кейін алып, бұны да ұн сеуіп отырып жайып алсаңыздар болады. Бұны мен кез келген үйдегі формамен осылай кесіп дайындай салдым. Ешқандай ысырап та болмайды, балдарыңыз сүйсініп таласып жеп қоятын болады. Жұп-жұмсақ болады. Ең бастысы қамырыңызды жұмсақ етіп илесеңіз, коржиктеріңіз жұп-жұмсақ болады. Бұның да бетіне айранды жағып, қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Барлықтарыңыз үй жағдайында жасап көріңіздер, керемет болып шығады. Және тіркелмеген оқырмандар болса, парақшама тіркеліп алыңыздар. Еңбегімді бағалап, видеома лайк басып, және достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісінде басып қойыңыздар. Видео рецептерім шығатын болса, алғашқылардан болып көретін боласыздар.